Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте пайдалы 4 смузидің рецептін ұсынамын. Арықтау үшін, ішек жолдары үшін, бет терісіне және де иммунитет үшін өте пайдалы смузидің рецепттерін ұсынамын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде осы рецепттермен дайындап көріңіздер. Достар, каналыма тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымнан көптеген пайдалы рецепттер таба аласыздар. Бірінші смузи ол фруктовый смузи болып табылады, яғни жеміс-жидектерден дайындалатын смузи. Бізге қажеттісі банан, алма, киви және де өрік қажет болады. Бұлардың орнына сіздер кез келген басқа да жеміс-жидектер пайдалансаңыздар болады. Және де бір стакан, жарты стакан айран немесе табиғи йогуртты қолдансаңыздар болады. Смузи дайындау үшін бізге блендердің көмегі қажет. Ол үшін алдымен біз осылай жеміс-жидектерді тазартып турап аламыз, ұсақтап турап аламыз. Ұсақтап немесе орташа қылып тураймыз. Өйткені қазір блендермен езген кезде оңай болуы үшін. Мен алманы осылай ортасындағыларын алып тастап, тазалап, 4 бұрышты қылып, орташа қылып турап жатырмын. Енді осылай блендердің ыдысына туралған алмаларды саламын. Осылай видеода бананды да турап алып ыдысқа саламын. Дәл солай кивиді де тазалаймын. Турап ыдысқа сала беремін. Енді өрікті осылай ортасындағы тасын алып тастап, ортасынан бөліп саламын. Соныңда табиғи йогурт немесе айран қосамыз. Енді барлығын блендердің көмегімен шамамен 2-3 минутта езіп аламыз. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, онда 1 шай қасық табиғи бал қосаңыздар болады. Міне осылай жеміс-жидектен өте дәмді, пайдалы смузи дайын. Менің ең сүйікті жақсы көретін смузиларымның бірі. Келесі смузи бұл ішек жолдары үшін өте пайдалы смузи болып табылады. Егер сіздерді запор мазалайтын болса, онда осы смузиді жиірек дайындасаңыздар болады. Бізге қажетісі апельсин, бір сәбіз, финик сіздердің қалауларыңыз бойынша, және де көк шөп, менде укроп және де петрушка. Және жарты стакан су болса болады. Блендердің ыдысына туралған сәбізді саламыз, оған көк шөп қосамыз. Оның бетіне финики саламыз және де апельсин қосамыз. Және соңында су құямыз. Енді барлығын блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Осындай смузи дайын болды. Мен көбіне осындай смузилар дайындап, жұмысқа перекусқа алып кетемін. Сол кезде перекус уақытында қарынды аштырмайды, әрі өте пайдалы. Сондықтан сіздер де осылай жұмысқа перекусқа алып кетсеңіздер болады. Келесі смузи бұл бізде зеленый смузи деп аталады, яғни көк шөптен, көк алмадан және қиярдан дайындалатын смузи. Барлығын осылай блендердің ыдысына саламыз. Бұл смузи арықтағысы келіп жүрген жандар үшін өте пайдалы. Сондықтан кешкі асқа осындай смузи ішсеңіздер болады.
Жалпы жеміс-жидек, көкөніс, көкшөптің адам организміне өте қажет екенін барлығымыз білеміз. Сондықтан осылай араластырып, смузиді жиірек дайындап тұрыңыздар. Келесі дайындалатын смузи бұл бет терісі үшін пайдалы смузи. Ол үшін бізге банан, киви, көкшөп және көк алма қажет болады. Барлығын блендердің ыдысына біртіндеп саламыз. Көкшөптен мен петрушка пайдаландым, бірақ оның орнына шпинат қоссаңыздар өте жақсы болады. Бұл смузи бет терісінің тазаруы үшін және де жас көрінуі үшін пайдалы. Бұл да маған ұнайтын смузилардың бірі. Осы дайындаған смузилардың ішінде маған ұнайтыны фруктовый және осы смузи. Мен осыларды жиі дайындаймын. Міне достар, бүгінгі видеода мен сіздермен осындай смузидің 4 пайдалы рецептімен бөлістім. Осылай дайындап, мен үнемі жұмысқа перекусқа алып жүремін. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тіркелмегендеріңіз болса, барлығыңызды каналыма тіркелуге шақырамын. Қоңыраушаны басып, міндетті түрде все дегенді таңдауды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің видеоларымнан сіздерге бірінші болып уведомление келеді. Каналымнан көрсеңіздер, көптеген плейлисттер бар. Ыстық тағамдар, таңғы ас, тәтті тағамдар, барлығын міндетті түрде көріп шығыңыздар. Бүгінге қош сау болыңыздар. Сіздермен болған Мансия.